буллингтің орын алу барысы қалай өтеді? Буллинг деп жаңа анықтамасын айтып бердік, ол зорлық зомбылық көрсету, қорқыту, қысым көрсету дегенде, енді бұл жерде қараңыздар. Ең бірінші эпизодта біз арнайы топ құрылады деп көрсеттік, мына жерде суреттеп. Мына ортада тұрған ол лидер, немесе агрессор дейміз. Бәрін ұйымдастыратын. Оның жанында қарамағында көмекшілері болады, ассистенттері болады, көмектесетін. Осы буллинг жасайды деген бір ой тасталады ортаға. Екінші эпизодта мына жерде жәбірленушіні біз қызыл түспен көрсетіп қойдық. Бұл ЖРО, былайша айтқанда. Мынау жаңағы біздің буллинг әрекетін жасап жүрген арнайы топ. Енді осы буллинг орын алғаннан кейін ары қарай эпизод бойынша не болуы мүмкін? Жаңа айтып қойып. Егер де адам жаңағыдай буллингқа ұшыраған болса, ол жаңағы күйзеліске ұшырауы мүмкін. Мысалы, егер оқшын алса, оның жаңағы сабағын нашарлауы мүмкін, содан кейін қасындағы достармен қарым-қатынасы үзілуі мүмкін. Содан кейін ол қоғамнан бөлек ерекше жүреді, мысалы. Содан кейін түрлі ойлар пайда болуы мүмкін бұл балада. Мен мысалы қараңыздар, мына жерде мектепке барғысы келмейді. Өйткені ол жерде жаңа буллинг әрекетін жасап жүрген арнайы топ бар. Қорқады олардан, ешкімге айта алмайды. Самооценкасы түсіп кетеді. Сосын мынау ең соңғы осындайға әкелуі мүмкін деп салып қойды. Енді өз-өзіне қол жұмсау, суицид деген. Ешқандай енді ол буллингке бәріміз де ұшыраймыз. Жас бала болсын, үлкен кісі болсын. Сондықтан мына жерде жас баланы сүйретіп, мына жерде үлкен кісіні сүйретіп кетеміз. Ол жерде мұғаліміміз, біз де кіре береміз. Мысалы басқа үлкен азаматтарда оқушыдан бастап барлық азаматтар кіре береді. Екінші сұрақ, және қалай ұшырауы мүмкін? Если жатады, неше түрлі жатады, осы қысқа нұсқасын жазып кеттік. Ұрыс, төбелес деген. Үшіншісіге стоп буллинг деп қойдық. Енді басында бұл жерде кибербуллингтен әлеуметтік желіде біздің қазір жасөспірімдер өз аккаунттары, өз соцсетті открытый қылып қояды. Бопсалаушы дейді қойық, оның ойы мынау заттарды алу, бопсалау, ақша талап ету дегендер ғой. Сонда мына бір жерде мысалы бізге жасөспірім қызды қойып қойдық. Ол өзінің инстаграм аккаунтына суреттерін бәрі алдарты сала берген. Енді бұл жерден бұл фотошоп жасап, бұл жерден мындай жаман сурет жасайды. Кибербуллинг бастап алды. Бұл жерде бопсалап, ер бала болса, яғни жаман-жаман суреттерді салып, ақша талап етеді. Келесі суретімізде бізде бопсаланушы қыз ол қандай күйге түседі? Бопсаланушы қыз жаңағы психологиялық тежеледі, өзін жалғыз сезінеді, ешкімге айта алмайды көп жағдайда. Одан кейін барып, одан кейін келесі ең соңы неге алып келеді? Бұл жерде қалдырып кеттіңіз. Яғни бұл жерде мына талап етушінің талабын орындаушы ол үйіндегі ақша ұрлайды. Яғни бұл талабын орындау керек қой. Яғни үйдегі көбісі, көп жасөспірімдер бар жол табылу сол екен деп, ол соның талабын орындау. Үйдегі ақшаны ұрлайды. Ақша таппайды, жұмыс істемейтін болғандықтан, жасөспірімдер олар үйлерінен ұрлайды, немесе жолдастарына осындай жолға түсіреді. Одан кейін ең соңы немен аяқталады? Соңы өзімізге қол жұмсаумен аяқталады деп